Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Кафеде дайындайтын пиццаны өзіміз үйде пісірейік. Ең алдымен алдын ала өлшенген ұнды електен өткіземіз. Жалпы кез келген выпечкада ұнды осылай електен өткізген жөн. Одан кейін ұнымызға май, дрожж, жылы су құйып, жұмсақ қамыр елейміз. Егерде зәйтүн майы болмаса, кәдімгі тамақ пісіретін күнбағыс майын қоссаңыздар болады. Тұзды міне осы жерде қосып жібересіздер. Менде өте майда тұз. Одан кейін қамырымызды жақсылап елеп, пакетке салып жылы жерге қоямыз. Біраз тынған, ашқан қамырымызды алып, осылай ұнға шамалы елеп жіберіп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 2 үлкен пицца шықты, болмаса 3 кішігірім пицца жасасақ болады. Дөңгелекті формаға келтіріп, бетін матамен жауып, тағы да біраз уақыт тындыруға қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша соусын дайындайық. Майдалап туралған қызанаққа базиликтің жапырақтарын, татымына қарай тұз, қант және де кішкене сұйық май қосып жіберіңіздер. Одан кейін блендермен осылай араластырып еземіз. Міне осындай қоймалжың масса шығу қажет. Пицца үшін моцарелла ірімшігін қолданған дұрыс. Оны алдын ала үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Мен салмасына колбасаны дайындап қойдым. Біраз уақыт тынған қамырымыз осындай әдемі үлпілдек болып тұрады. Осына кішкене ұн себе отырып, қолмен жаямыз, оқтауды қолданбаймыз. 2 қолыңызбен осылай айналдыра отырып соссаңыз, осындай әдемі пиццаның қамыры шыға келеді. Қолмен созған кезде шетіне кішкене бортик қалдыруды ұмытпаңыздар, ол ерекше сәнін келтіріп тұрады. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазына төсеп, соусымызды жағып, үстіне өзімізге ұнаған қоспаларымызды қосып, бетінен ірімшігімізді салып, алдын ала қызып тұрған пешке 200 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің видео рецепттерім ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.